Қайырлы күн. Қазір жаңа кабинетпен таныстырып өтемін. Қалай болады? kmp.kgt.gov.kz сайтына кіріп аламыз. Телеграм каналымызға да бұны қалдырып кететін боламын. Осы жерде кірген жерімізде мінекей мынау ECP кілтпен кіріп алған кезде осылай шығады. IP туралы мәлімет, яғни клиенттің өзінің жеке лицевой кабинеті. Біз IP туралы мәліметті басамыз. Мінекей осылай терезе шығады. Бұл кабинет негізінде өте оңай, жеңіл болып, бұл кабинет негізі өте қиын. Жаңа кабинеттің бізге қатты, осы жаңа кабинетті біз енді үйренуге тура келеді. Қатты қиын емес, қазір айтып өтемін. Мінекей мына жерді басып, посмотреть профиль деп басқан кезімізде мінекей осылай шығады. Төменге түсірген мына жерде IP туралы мәліметтер барлығы жазылып тұр. Түсірген кезімізде мына жерде IP НДС-ға тіркелген бе, тіркелмеген бе, сол туралы мәлімет. Одан кейін OKET, яғни бір жақсы жаңа кабинетте OKET IP-ның режимі барлығы осы жерде шығып тұрады. Бұрын біз ескі кабинетте шықпайтын, және оны ел-лиценз, салық кабинеттерінен қарайтын едік. Осы жерден шығып тұр. Одан кейін мынау IP-ның нахождениесі, место жительствосы барлығы осы жерде. Мына жерде де прекращениесі жоқ, яғни осы OKET-пен жұмыс жасап тұр. Место жительствода осы жерлер тіркелген міне. Одан кейін мынау режимі, IP-ның режимі. Режимі да 2024 жылы упрощенный режиммен ашылған. Сол бойынша әлі действовать етіп тұр. Одан кейін мынау удостоверение личности. Осылай көріп, бұл жаңа кабинетке әлі лицевой счет шыққан жоқ. Оны біз осы ескі қарап көретін боламыз. Одан кейін документы, мои документыға барып, біздің тапсырған IP отчеттарымыз, налоговое заявление, осы жерде тұрады заявление басқанда, отзыв немесе IP-ны жабуға жіберсек, осы жерде тұрады. Әзірге бізде ешқандай заявление жіберілмеген, сол үшін пустой болып тұр. Иные документы, басқа да документтер. Отчетты қарайтын болсақ, отчетты міне статус принятия, осыған кіріп, бұрынғы тапсырған отчеттарды қай жылға, қандай периодпен, қандай видпен, доход қалай болды, барлығын осының ішіне кіріп қарауымызға болады. Одан кейін шығып кетеміз. Біз отчет тапсыратын болсақ қалай болады? Отчет тапсыратын болсақ, подать документы. Осы жерге 910 деп басып, найти-ді басамыз. Сол кезде осы жерден тапсыруымызға болады отчетты. Ал егер отзыв жасайтын болсақ, жабуға жіберетін болсақ, онда заявление деп жазамыз. Осы жерден өзімізге керекті заявлениені басып, дальше кіріп қарайтын боламыз. Одан кейін не бар бізде? Одан кейін отзыв, ол бар. Осылай қарап алатын боламыз. Енді одан кейін тағы да бір несі, біздің касса бар жоғымыз бұл жаңа кабинетте шықпайды. Касса бар жоғын мен келесі видеода осы телеграм каналымызға салып қоятын боламын. Лайфхак видеомен сіздермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер. Осы жаңа кабинетті үйренгілеріңіз келсе, дальше WhatsApp-қа мен номерімді қалдырамын. WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады.